Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін осындай балықтан жасалатын тағам түрін әзірлейтін боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және жеңіл тағамдардың бірі. Алдыменен менің осы видео рецептімді толықтай көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге осы тағамымызды әзірлеу үшін қайнап тұрған суымызға балықтарымызды жуып, тазалап, барлығын саламыз. Кейін бетін жауып, қатты отта қайнатып аламыз. Мінекей біздің балығымыз қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін түсіріп, және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және де бір жуып тазаланған пиязымызды да салып жібереміз. Кейін бетін жауып, тағы да бір жарты сағат көлемінде қайнатып аламыз. Біздің балығымыз қайнағанға дейін біз оған жаймамызды дайындап әзірлеп алуымыз қажет. Мінекей мен жаймамды дайындап алдым, барлығын кесіп. Және де біз бұл балығымызға тұздығымызды әзірлеуіміз қажет болады. Тұздығымызды әзірлеу үшін алдыменен пияздарымызды тазалап алып, кейін осылай турап аламыз. Туралған пиязымыздың үстіне дәміне қарай тұзымызды және де сорпамызды құямыз. Бұл балық тағамын әртүрлі балықтан да жасай беруге болады. Менің қолымда сазан балығы болды. Сол сазан балығынан жасадым. Неге бетіне сорпамызды құйып, біздің тұздығымызды да отта 4-5 минут көлемінде бір қайнатып аламыз. Одан ұзақ қайнатуға болмайды, өйткені біздің тұздығымыз пісіп кетуі мүмкін. Мінекей біздің балығымызда пісті. Піскен балығымызды осылай ыдысымызға түсіріп аламыз. Балығымыздың барлығын түсіріп алғаннан кейін біз міндетті түрде сорпамызды сүзіп, ішіндегі балықтың сүйектерінен тазалауымыз қажет болады. Өйткені біз нан салған уақытта балықтың сүйектері араласып кетуі мүмкін. Мінекей барлығын түсіріп алдық. Кейін мен сорпаны тазартып алдым, жаңағы ішіндегі барлық сүйектерінен тазалап. Және де қайнап жатқан сорпамызға біз нанымызды салып бастаймыз. Неге нанымызды салған кезде алдыменен біз қайнаған сорпамызға нанымызды бір-бірлеп салып және араластыру арқылы салып отыруымыз қажет, өйткені бір-біріне жабысып кетуі мүмкін. Сіздер де менімен бірге осы тағамды жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мінекей барлығын араластырып осылай пісіріп аламыз. Бұл қолдың жаймасы болғандықтан көп қайнатуды қажет етпейді. Бір қайнағанның өзінде піседі. Піскенін бетіне нан жаймамыздың көтеріліп шыққаннан білуге болады. Қатты отта бір қайнатып аламыз жаймамызды. Мінекей осымен біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де менің осы видео рецептім бойынша жасап көріңіздер.